Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Домбыраны қалай тарту керек, оңай әдіспен қазір түсіндіретін болам. Міне, алдарымызда қазақ осы әні. Міне, сандар берілген. Мысалы, міне, ең бірінші 5 пен 0 деп тұр, үстіндегі сандар, яғни ол үсті болып есептеледі. Домбыраның үстіңгі шегінен басамыз. Аспан мен жер деген сияқты, мысалы, астындағы сандарды мысалға алғанда жер деп аламыз. Міне, домбыраның үстіңгі шегі, астыңғы шегі деген сияқты. Мысалы, 5-ші пернені басамыз домбыраның үстінен. Астында 0-ді баспаймыз, 0 ашық, яғни басылмайды. Төменге тартамыз, қағыз төменге жай, сосын 5 пен 7 ла, онда, сонда жайлауында деген сөз шығады. Мына тау сияқты белгі төменге тартамыз дегенді білдіреді. Ал ағылшынша V жоғарыға тартамыз дегенді білдіреді. Жайлауында. Көрдіңіздер ма? Үстіндегі санды үстінен басамыз, астындағы санды астынан басамыз. 7-ші пернеден домбыраның астыңғы шегінен басамыз. Міне, әрі қарайда дәл солай табамыз. 5 пен 7. 5 үстінде 7 астында. Жүрген жігіт бағып қой. Көрдіңіздер ме? Әрі қарайда дәл сол осы әдіспен жазылған. Сонда үстіндегі санды домбыраның үстіңгі шегінен басамыз, астындағы санды астынан басамыз. Қағысы дайын тұр, сөзі де дайын. Міне, көрдіңіздер ма? Осы схеманың электронды нұсқасын бар болғаны 500 теңгеге ала аласыздар. Ал сәттілік.